Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының «Қажымас дос халықта жоқ» өлеңі. Сабағымыздың мақсаты оқушыларды қарапайымдылыққа, адамгершілікке, әділдікке, кішіпейілділікке үйрете отырып, жаман әдеттен, теріс мінездерден аулақ болуға, адам бойындағы ұнамды, ұнамсыз қылықтарды ажырата білуге үйрету. Біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бәрімізге белгілі Абай атамыздың өлеңінен бастайық. Сіздермен талайтын тақырыбымыз «Қажымас дос халықта жоқ» өлеңі. «Қажымас дос халықта жоқ» өлеңі Абайдың 1889 жыл жазған өлеңі. Өлең ақынның өз замандағы қоғам тіршілігіне араласа жүріп, көңіліне қаяу түсірген келеңсіз жайттардан түңіле, мұңайған көңіл күйі сезіледі. Ойлы, орамды тілімен орайын келтіріп айтқан ұтқыр да ұшқыр жыр өлеңдері мақалмен сәйкес келеді. Туындының түпнұсқасы 1905 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген қазақ ақыны Ибрахим Құнанбайұлының өлеңі атты жинақта жарияланады. Қажымас дос халықта жоқ. Қажымас дос халықта жоқ. Айнымас серт қайда бар? Алда көрген артта жоқ. Мысқыл өсек айла бар. Жақсылығың күнді ұмыт. Бір жаңылсаң болды кек. Пайдасынан бой суыт. Өзі тимей жүрсе тек. Пайда мақтан көзінен. Артылама ан тұрып. Жарыса өсек сөзінен. Айта берсін шар құрып. Кімге достық көп еттім. Түбі болды бір кейіс. Жақсы өмірім әуреттің. Жар таба алмай бір тегіс. Жау қожаңдап бұртиып. Дос құбылып әуретер. Кімі тентек, кімдейді айып. Тексер алмай өмір өтер. Сыйласарлық тектінің. Кім танымас нұсқасын. Қажымас дос халықта жоқ өлең арқылы Абай атамыз бізді кішіпейілділікке, адалдыққа, әділ болуға, қарапайым болуға, достықты сақтай білуге үйрете білді. Ал керісінше өзімшіл, опасыз, өткір, өтірік, өсек, қулық сұмдықтың сынап жазып, ол адамның бойындағы жағымсыз қасиеттер екенін дәлелдей алды. Сонымен қатар бүгінгі біздің сабағымыз достық туралы болғандықтан, мен сендерден қандай ұлы тұлғалардың достығын білесіңдер деп сұрағым келеді. Үйге тапсырма «Менің досым» атты ой толғау жазу. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.